Қазақстан былайша айтқанда Құдайдың қарғысы тиген бір территория болып тұр. Құдайдың лағнеті мен қарғысы жауған жері болып тұр. Оны таза жүрегінде жаңағы иманы бар азаматтар сезеді. Себебі Алланың қарғысы келген қоғам осындай бұзылады. Жаратушының қарғысы келген көктен 24 сағат қарғыс жауып тұрған қоғам осындай бұзылады. Егер жаратушының қарғысы тимесе, Қазақстан жер әлемде соншама ұланғайыр жерге ие болып отырған қазақтар үйсіз-күйсіз жүрер ме еді? Бір. Соншама ұланғайыр жері бар қазақтардың сиыры жайылатын жайылым жеріне дейін жоқ болар ма еді? Екі. Соншама ұланғайыр жері бар Қазақстанда қазақтар егін егетін егістік жері жоқ отырар ма еді? Үш. Соншама ұланғайыр жері бар қазақтың өлісін жерлеуге енді көрлікті де жаңағы мазарды сатып алар ма еді? Төрт. Міне, ал қазақтар өзінің мемлекетінде өзі құрған, ата бабасы қан төгіп, жан алып, жан беріп құрған елінде үйсіз-күйсіз қаңғып, ал үйлісінің өзі кредит төлеп, жаңағы арқеті арша, борбай еті борша болып жүрер ме еді? Міне осының барлығы қазаққа Құдай байлықты бермеді емес, беріп қойды. Нығметті бермеді емес, беріп қойды. Қазақ жерінің астыда, үстіде байлыққа тұнып тұр. Бірақ бұл байлық қазақтың меншігі болмай отыр. Не көрдіңіздер ме? Бұл байлықты қазақпен қатысы болмай отыр. Ал бұл байлықтың барлығын кім иеленіп отыр? Ат дөбелінде үстем тап иелері, езуші тап, қанаушы тап иелері ұстап отыр. Бұл қоғамдағы бір жіктеліс болып тұр. Енді осы жіктелісті біз қазақ қоғамында анық түсіндіру үшін мынау 99-да 99,99 қазақтың үйсіз-күйсіз қоғамда барлық құқынан айырылған, шектелген бейшара халде екендігін дәлелдеп көрсету үшін біз бұл жерде үстем тап, езуші тап, қанаушы тап, басқыншы тап және жаулаушы тап, өктем тап деп осындай сөздерді қайтадан қолдануға мәжбүр болып отырмыз. Енді қазақ қоғамына Құдайдың қарғысы жауып тұрғандығының, мынау 24 сағат жаратушының қарғысы жауып тұрған жер екендігінің бір дәлелі осы өтіп кеткен қаңтар қырғыны. Қаңтар қырғында болған зұлымдықтарды жер бетінде ешқандай елден естігенде жоқпыз. Анаудай азаптау түрлері, еркектерді еркек зорлау, өтік басу, және еркекті еркек зорлап, оны жаңағы неше түрлі сұмдық қорлықтарды жасап, адамның ақылы бармайтын сұмдық қиянаттарды жасап алып, оны видеоға түсіріп, енді ары қарай егер сен сыртқа шығып жариялайтын болсаң, біз осы видеоларды жариялап жібереміз, масқаралаймыз деп қорқытуы, тағы да бір сұмдық нәрселері, жаңағы нәрселері өз-өзіме қол жұмсадым деп өсиет қалдыртып алып, ұрып соғып азаптауы, оның да хаты шығып кетті, біз жариялап жібердік. Сондай жаңағы еркек ұрып әбден есінен талтырғанда сондай хатты жазады да, артынан әйеліне жасырын хат жазып жібереді. Мені өз-өзіне қол жұмсады десе сенбеңдер. Олар мәжбүрлеп осындай қағазға қол қойғызып алды. Әбден ұрып есімнен тандырып қол қойғызып алды деп жазады. Енді осыдан ақ қазақ халқы бір нәрсені біліңіздер. Міне қазір жезөкшеліктен дүниенің алдына кетті. Педофилдіктен жер шары бойынша бірінші қазақ. Кемалатқа толғандарды зорлаудан да кемалатқа толғандарды және толмағандарды зорлаудан қазақ бірінші. Педофилдіктен бірінші. Сәби балаларға, бастауыштың балаларына жыныстық зорлық зомбылықтан қазақ бірінші. Армияда еркек жас бозбалаларға жыныстық зорлық зомбылық жасау, еркекті еркек зорлаудан қазақ бірінші. Түрмеде еркекті еркек зорлаудан қазақ бірінші. Міне, ал енді кемалат жасынан асқан әйелдерді зорлаудан қазақ бірінші. Түрмедегі әйелдер екі қабат болып қалудан қазақ бірінші. Енді өзі бар жоғы 19-20 миллион қазақ жер әлемде осыншама сұмырай болар ма еді? Жоқ. Ол Назарбаевтық жүйе, сайтандық жүйе, сатанистік жүйе болғандықтан өңкей түрмеңе де, армияңа да сондай педофилдерді қойды. Себебі Назарбаевтың әулеті өзі осындай сатанистік бағытта болды. Сөйтіп қазақ халқын сорлататын барлық мүмкіндіктерді, қазақты
құртатын барлық мүмкіндік. Өзімен өзі ішімен іріп, шіріп, бірін-бірі зорлап, бірінің ұлын бірі зорлап, бірінің қызын бірі зорлап, сонымен жаңағы быт-шыты тасталқан шыққан Құдайдың қарғысына тиген қоғамды олар қолдан жасады. Ал өздері осындай қоғамда қалай? Билік жүргізу оңай. Билік жүргізу оңай. Себебі елдің бәрі әділетті, елдің бәрі иманды қоғамда, елдің бәрі ақиқатшы шын қоғамда Назарбаевтың сатандық жүйесі жұмыс істей алмай қалады. Сондықтан Назарбаев қазақ қоғамын осындай масқара батпаққа әдейі батырды. Сол үшін қазақтарды қорлайтын, зұлымдық жасайтын барлық мүмкіндіктерді қолынан қалдырған жоқ.